Бұл натрий. Суға тисе болды, бірден жалын шығарады. Ал мына жасыл газ хлор. Ол өте улы. Соғыс кезінде оны химиялық қару ретінде қолданған. Алайда химиялық байланыс кезінде бұл екі қауіпті элемент, натрий мен хлор, өздеріне мүлдем ұқсамайтын өзге бір зат түзеді. Ол салыстырмалы түрде қауіпсіз. Біз оны күнде тамақта пайдаланамыз. Ол натрий хлориді, яғни ас тұзы. Айналадағы көптеген басқа да қосылыстар металл және бейметалл атомдардың байланысуының нәтижесі. Мысалы, күннен қорғайтын кремдегі мырыш оксиді мен тіс пастасын жасауда қолданылатын натрий фториді. Алайда мұндай байланыстар қалай пайда болады? Металл атомдары 1, 2 немесе 3 сыртқы электронға ие, және тұрақты болу үшін осы электрондарын жоғалтып, толық сыртқы электрон қабатымен қалуы тиіс. Натрий өзінің бір сыртқы электронын хлор атомына береді, екеуінің де сыртқы қабаттары толады. Натрийдің оң ионы мен хлордың теріс ионы бір-бірімен тығыз байланысып, 3 өлшемді үлкен тор түзеді. Иондар арасындағы байланыс өте күшті. Сондықтан оларды бір-бірінен бөлу үшін көп энергия қажет. Осыдан иондық қосылыстардың балқу және қайнау температуралары жоғары болады. Қауіпті элементтер саналатын натрий мен хлор енді қосылыстың құрамында бос күйінде кездеспейді. Олар өздерінің бастапқы атомдарынан қасиеттері мүлдем өзгеше натрий ионы мен хлорид ионға айналады. Сонымен біз күнде пайдаланатын ас тұзы атомдардың иондарға айналу нәтижесі.